Атырау қаласындағы тұрғын үйлердің бірінде 3 адам газдан уланып қайтыс болды. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Оқиға Атырау қаласына қарасты Томарлы ауылында болған. Үйде 1958 жылы туған ерлі-зайыпты және 1953 жылы туған ер адам болған. Үшеуі де оқиға орнында көз жұмды. Алдын ала болжам бойынша қайғылы жағдайға табиғи газбен жұмыс істейтін жылыту пешін пайдалану талаптарының бұзылуы себеп болуы мүмкін. Қазіргі уақытта өлімнің нақты себебін анықтау мақсатында полиция департаменті қызметкерлерімен сот-медициналық сараптама тағайындалды. Атырау облысы төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды газ қондырғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады, деп мәлімдеді облыстық төтенше жағдайлар департаменті. Қадірлі көрермендер, бұл өте ауыр әрі жүректі ауыртатын жағдай. Бір үйдің ішінде 3 адамның бірдей газдан уланып көз жұмуы кез келген адамды ойландырмай қоймайды. Көбіміз газбен жылынатын үйлерде тұрамыз, бірақ қауіпсіздік талаптарына әрдайым бірдей мән бере бермейміз. Осындай қайғылы оқиғалар сол немқұрайлылықтың салдары қандай болатынын көрсетіп отыр. Марқұмдардың жасы да үлкен екен, яғни олар өмір көрген, тәжірибелі жандар. Соған қарамастан, бір техникалық ақау немесе талаптың сақталмауы орны толмас қасіретке әкелді. Бұл жағдайдан кейін біреуді кінәлаудан бұрын бәріміз өз үйіміздегі газ қондырғыларының қауіпсіздігіне көз жүгірткеніміз дұрыс сияқты. Мамандардың ескертулерін жай сөз ретінде қабылдамай, нақты әрекетке көшу қажет. Тергеу нақты себебін анықтайды, бірақ адам өмірі қайта келмейді. Сондықтан мұндай жаңалықтар тек ақпарат ретінде емес, сабақ ретінде қабылданса екен. Қауіпсіздік әр отбасының өз қолындағы жауапкершілік.